Бүгін Ақмола облысында жаңа дала Грендей мамандандырылған көрмесі ашылды. 2 күнге жалғасатын халықаралық іс-шара бұл жолы Целиноград ауданына қарасты Нұра-Есіл ауылында ұйымдастырылды. Оған 20-дан астам елден 200-ге жуық компания қатысып жатыр. Агроөнеркәсіп кешені саласының 5000-нан астам маманы, фермерлер, тауар өндірушілер мен лизингтік компания өкілдері бір алаңға жиылды. Тақырыпты әріптесім Мирлан Алтынбек тарқатсын. Жаңа дала Грендей мамандандырылған көрмесінде Франция, Ұлыбритания және Нидерланды сынды озық елдердің ұлттық павильондары таныстырылды. Агроөнеркәсіп кешені саласында көшбасшы саналатын шетелдік компаниялар келушілер назарына үздік өнімдерін ұсынды. Ауқымды іс-шараға Қазагроқаржы акционерлік қоғамында қатысып жатыр. Қазіргі уақытта 130 миллиард теңге шаруашылықтарға бөлінді. Былтырғы жылмен салыстырғанда былтыр осы уақытта 80 миллиард бөлінді. Енді клиенттер саны бойынша былтыр 2323 шаруашылыққа берілсе, осы уақытта биыл 3000-нан асты. Техниканың саны былтыр 5000 айналасында техника берілсе, биыл 6000-нан асты. Қазагроқаржы фермерлер үшін лизинг қызметтерін барынша қолжетімді және ыңғайлы ету мақсатында цифрлы құралдарды дамытуға басымдық береді. Бүгінде клиенттері онлайн тұғырнамадағы жеке кабинет арқылы келісім шарттар мен есептер туралы барлық ақпаратпен танысып, мобильдік қосымша арқылы фото тіркеуді өз бетінше жүргізе алады. Былтырға салыстырғанда 200 миллиардқа дейін ақшаны біз ұлғайтайын деп отырмыз. 200 миллиардқа дейін 5%-бен арзандатылған пайызбенен лизингке техника беріледі. Ол жаңа комбайндарымыз бар, өзіміздің тракторлар. Бұл бағдарлама алдағы жылдарда жалғасын таба бермек дейді акционерлік қоғам өкілдері. Тағы құжаттарды жинау, өтінімдерді қарау мерзімін қысқарту үшін мемлекеттік дерекқорларды бірыңғайландыру процесі жүріп жатыр. Мұның бәрі шаруаларға уақытты үнемдеуге және еліміздің кез келген өңірінде кеңсеге бармай қызмет алуға мүмкіндік береді. Мирлан Алтынбек, Өрден Жарқын, 24 KZ.